Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алма қосылған оладьи рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керек заттар: 1 жұмыртқа, 1 алма, 4 ас қасық жасыл гречка ұны, 1 шай қасық зәйтүн майы. Алдымен алмамызды үккіштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Üstüne жұмыртқамызды салып араластырамыз. Bir шай қасық зәйтүн майын қосамыз. Жасыл гречка ұнын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды қызып тұрған сковородкаға көкөй майын қосып, 1 ас қасықтан салып, жаяу отта қақпағын жауып 10 минуттай пісіреміз. Екінші бетін аударып, қақпағын жауып 5 минуттай пісіріп аламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.